Халқымның қолдауына қансам дейтін, жұлдыздай аспандағы жансам дейтін асыл домбыра тағы да басталады, армандап бүкіл ақын алсам дейтін асыл домбыраға қош келдіңіздер ағайындар. Бұл ұлт мұрасын ұлықтаған жыр додасына Астана, Алматы, Шымкент қалаларымен қатар еліміздің 17 облысынан 3 ақыннан құралған барлығы 20 команда қатысады. Басым түскен команданы ұпай беру арқылы қазылар алқасы анықтайды. Жеңілгендер сайысты тоқтатады. Ширек финалға 10, ал жартылай финалға 5 команда өтеді. Осы 5 команда арасынан ұпай саны ең аз бір команда автоматты түрде додадан тыс қалады. Қалған 4 құрама финалға өтуге өзара бақ сынасады. Сөз сайысында сүрінбей өткен үздік командаға бас жүлде 6 миллион теңге және айтыс тәжі асыл домбыра табысталады. Асыл домбыра тележобасы биыл 2-ші мәрте хабар арнасының эфирінен көрсетілуде. Былтыр 20 команда 60 ақын қатысқан тележобада Жамбыл облысының командасы жеңімпаз атанған еді. Жамбылдық ақындар финалда Атырау құрамасынан басым түсті, ал 3-ші орында Қызылорда және Алматы құрамалары еншіледі. Айтыстың басты тәжі асыл домбыра Жамбыл облысының ақындарына Тараз қаласында салтанатты түрде табысталып, домбыраның өзі жергілікті мұражайға қойылды. Биыл асыл домбыра қай командаға бұйырар екен? Әр елдің егесі бар, әр даудың төресі бар. Айтыста қазылардың пәрменіне жүгінетіні анық. Бүгінгі айтыстың қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Қазылар алқасының төрағасы Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, халықаралық Алаш сыйлығының иегері, айтыскер ақын Дәулеткерей Кәбұлы. Қазылар алқасының мүшесі, айтыстың баһадыры, батыстың батыры, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Бауыржан Халиолла. Қазылар алқасының мүшесі, меценат, Асылтас қоғамдық қорының төрағасы, Алматы қалалық мәслихатының депутаты, белгілі Дулат Тастекеев. Хабар арнасындағы Тас Гроуп компаниялар тобының Асылтас қоғамдық қорының қолдауымен өтіп жатқан мега жоба асыл домбыра айтысының келесі кезеңінде өнер көрсететін қос облыстың ақындарын ортаға шақырайық. Бүгінгі айтыста өнер көрсететін екі облыста елдің мақтанышы десек әбден болады. Бірісі кеше ғана бой көтерген Алматы облысы болса, екіншісі екі бірдей халық ақынын тудырған Қостанай облысы. Қай өңірдің бағжанатын бірге тамашалайық. Қостанай облысының намысын арқалап келген Тоба Өтепбай, Арқалық қаласының 55 жылдығына өткен республикалық айтыстың бірінші орын иегері. Астана қаласында өткен Тәуелсіздігім тірегім атты республикалық айтыстың жеңімпазы. Хабар арнасында өткен Жастар жырлайды телевизиялық айтысының финалисі. Ернұр Әуезхан, облыстық аймақтық айтыстардың жүлдегері. Хабар арнасы ұйымдастырған республикалық айтыстар, Жеті қазына телевизиялық айтыстарының қатысушысы, облыстық біздің айтыс телевизиялық жобасының финалисі. Мамай ізділеу, Астана қаласында жемқорлыққа қарсы өткен тұңғыш республикалық айтыстың жүлдегері. Дәуірдің жарық жұлдыз атты республикалық ақындар айтысының жүлдегері. Алматы облысының атынан сынға түсетін Нұрболат Серік, 2023 жылға республикалық бір жан сара ізіменен атты республикалық қыз жігіт айтысының қатысушысы, облыстық мүшайралардың жеңімпазы. Жалғас Мақсұтов, Қабанбай Батырдың 330 жылдығына арналған республикалық айтыстың жеңімпазы, бір қатар облыстық айтыстардың жүлдегері. Расул Саутбек, менің пірім Сүйімбай атты республикалық студенттер айтысының жүлдегері. Үмбетәлі Кәрібаевқа арналған облыстық айтыстың екінші орын иегері. Ақынмын сөзі жетер сан ғасырға атты Оразалы Досбосыновқа арналған студенттер айтысының жүлдегері.
Есенқұл Жақыпбековқа арналған облыстық айтыстың жүлдегері. Ағайын шап десін, көй десін, ақындар ортаға шығып сөйлесін. Алла деп сөз бастасам бөгелмедім, айтылсын жүрек жарды өлеңдерім. Бас қосты бір жобада алпыс ақын, әр аймақ жіберіпті шеберлерін. Мен өзім елім деген ұл болмасам, жерінен Қостанайдың келер медім. Қонысбай Әсиядай ағапаның соңынан інісі боп ерер медім. Армысың Қарталатау Алмат елі, ассалаумағалейкум көрер менім ай. Махамбетші жырласам, мен едім, менмін. Абылай атқа қонғанда, Жәнібек боп бата бергенмін. Аман келді кикі боп, ақ патшаны жеңгенмін. Шоқан менен Ыбырай, бабасы бар төрдемін. Ахмет пен Міржақып, данасы бар елдемін. Бейімбет боп биіктеп, әдебиетке енгенмін. Қостанай деп жырласам, Қазақстан халқының қамбасын толтырып бергенмін. Торғайым деп жырласам, 30 жылдың ішінде жетімдікті көргенмін. Хабардағы айтысқа Торғай облыс ашылысын деп айту үшін келгенмін. Нұрболат ініп қалайсың, амансың ба жарығым? Алматыда кездестік, Алматы сенің ауылың, көрермен сенің қауымың. Жағамнан менің алмасың, ағаның білсең қадырын. Бірақ таңдау өзімде, тұрғызсаң жырдың дауылын. Алысам десең алысам, жарысам десең жарысам, табысам десең табысам. Тұрғызсаң жырдың дауылын, кезегіңде берейін, ей таңдау сенде бауырым. Алалауай, 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 ей алалауай. Бір туған ғұн мен қыпшақ сақтар менде, қазақтың ұлы болған бақ бар менде. Хабарда асыл домбыра өтеді деп желде есіп тараған ақпар кеңге. Атырау, Алтай, Қаратау, Сарыарқадан келіпті жас ақын мен Ақтангерде. Домбырамды қолға алып мен де келдім, құр жатқан жараспас деп мақтаулерге. Жыралыбы Жамбыл туған жерден келдім, Сүйімбай бата берген атпал кеуде. Орақ тілді ораздан үлгі алып ем, кейінгілер балап жүрген асқар белге. Ассалаумағалейкум бар қазағым, тақым қыздар жүйрігі чапқан дөрге. Бар Алаштың ақындары қош келдіңдер, Дін Мұхаммед қонайып жатқан жерге. Әгигагым, әгигагым. Келмейді жақсылардан алыстағым, армысың Мәке деген арыстаным. Алматы сені ғана қолдайды деп уайымның түбіне барыспағын. Алматы бар қазаққа құшақ ашқан, атқызған келгендердің табыс таңын.
Атыссаң, чабыссаң да өзіңше істеп, айтыстың баспағдарын табыстадың. Аға көрген інінің біреу едім, жараспас жағаңыздан алысқаным. Бірақ та екеумізде екі облыстың арқалап келіп тұрмыз намыстарын. Менің де көргім келіп тұрғанын ай дара боздың. Бүгін қалай чабысқанын сізде көріп қалыңыз арттан ерген кербестінің бәйге даяқ алыстарын. Бет жыртысып төске шаппай жараспай ма, ағам менен қатарласып жарысқаным. Әгигәгім, әгигәгім ай. Ағасы сіз болдыңыз жұптақ ақын, Қостанай ертеп берген мықтап атын. Балғынбек Имашевтың құрдасысыз, бар алашқа сөздері құпталатын. Ол қазір ақындардың ақсақалы, жас ақындар батасынан құттабатын. Ал сіз енді шығыпсыз бұл айтысқа, адамдай қадам енді нықталатын. 16 жыл қалыпты пенсияға, бұдан бүгін халық білмей шықпадатың. Ал енді тоқталмастан сөйлеп қалшы, пенсияға шығарда шыққан ақын. Әгигәгім, әгигәгім ай. Ағаңды шықпай жатып төпеледің, айттың ау пенсияны бекер ерім. Бұған дейін талай рет шәкірт баптап, жастарды меншіңдарға жетеледім. Елдің мұңын айтатын ақын десем, жайымды айтып атсың жекеменің. Мені айтпай 60-тағы аналарды айт, еденін жуып жүрген мекеменің. Пенсияға шықсам деп армандаумен, өмірден қаншам өтті әкелерім. Бейнетінің көрсем деп бар зейнетін, талай қазақ тасқырды шекелерін. Солардың армандары орындалса, мен де бүгін мақсатыма жетер едім. Батамды саған беріп Нұрболатжан, бүгін ақ пенсияға кетер едім. Қарағанды танылса көмірменен, Қостанай елге мәлім егінменен. Қысы жазы жайқалған жемістері, оңтүстікті шырайлы өңірдерен. Батысым мұнайлы өлкем батыр елім, ақиқаттың алаңында шегінбеген. Шұғылалы шығысым тым ерекше, Ұлабайды оқысам көңілденен. Көршілердей соғысып жатқан жоқпыз, айтамыз сақананың төрінде өлең. Алтын құрсақ аналар тұрған кезде, ұлдар тумай тұрмайды елім деген. Жамандап жамандықты шақырғанша, ертеңге қарайықшы сенімменен Сыйластық кетпес екен арамыздан, тарланбоз екенсіз ғой дара қызған. Жақсы бір өлеңдерді күтіп едім, екпіндетіп бастаған ағамыздан. Тобада үміт үзіп отырғандай, сіздің мынау тоқтақ балған шамаңыздан. Ағаның ақылы да кесек деді, батам мен шәкірттерім өсет деді. Үлкен аға болған соң осы ортада ел мұңы көкейімді тесет деді. Өзіңдей ағалардан бұл Нұрболат, әрқашан сыйластықпен кесетпеді. Ал енді кезегіңді берейінші, чабытың қысып жатса. Өмірде тек жақсылық көздегенім,
Enelerden жамандық сезбеп едім. Өзіңдей тәуіріні көрген кезде әрине ағалықпен тез көнемін. Айтысқа енді шыққан інімсің ғой, өзіңе айналайын жол беремін. Чабысы оқсайтұғын тарландарға, іні тәнті болатын салғандарға. Мамайдай ағам менен сөз қағысып, айтысып отқан менде арман бар ма? Әгигәгім, ай. Мәшқұрдай болжам айтар бармабыздар, жүректе жазылмайтын таңбамыздар. Тілге тие кетейін мен біразын, ағайын өзің естіп талдаңыздар. Визасыз Қытайларды қабылдадық дегендей емен еркін жаулаңыздар. Жол апаты талай жанды жалмап кетті, бейбіт күні елім қапы қалмаңыздар. Әскерде жас сарбаздар мерт боп жатыр деп жіберсек отанды қорғаңыздар. Бағжан сенген жастарда суицид жасап, жүрекке жылымайтын салғанызғар. Санасыз жастардағы көбеюде деп сенсек болашақты жалғаңыздар. Ер әйелге көкбеттікті үйрететін қосылайық деген арсыз арнамыз бар. Сәбилердің өмірін ойыншық еткен көбейді екі аяқты жалмауыздар. Оларды бірден атып тастау керек, мойнында талайлаған қанғарыз бар. Әр таң сайын шошынып оянамыз, көріп естіп жатқан соң жандамыздар. Тәртіпке бағынғандар құл болмайды, бәріне іске аспайтын заңғарыздар. Әгигәгім, ай. Қызыл тіл ақ тілекке орансы екен, айтысым жылды эфирге оралсы екен. Халық үшін бөлінген қаражатты жейтіндердің аранын доғарсы екен. Қонаевтың атындағы облыстан казино деген мүлдем жоғалсы екен. Тарихтың қайнар көрсе қарт торғайдың облыс аты қайта оралсы екен. Әгигәгім, ай. Отырған айтысам деп дәл қасыма, ырзамын Алматының жорғасына. Басайын нұр болатты бауырыма, қасқырда қасқылмайды жолдасына. Рахмет дулат жүрсін мырзаларға, оларды Аллам өзі қолдасында. Жастарды ел жұртына танытатын мың алғыс хабар теле арнасына. Алматы облысы мен Қостанай облысының ақындарының арасындағы айтыстың алғашқы жұбы осылай шапты. Ал оның төрелігін айтатын қазылар не дейді екен? Бағалауға келгенде ең қиын айтыс болып отыр біздер үшін. Менің ашығын айтқанда, тағы да жаңағыдай біреуі жеңуі тиіс деген шарт қажет болса, мен дауысымды Алматы облысының ақыны Нұрболат Серікшісіне. Рахмет. Сабырлы айтыс болды. Сол сабырлы айтыстың енді бәрібір де бір жеңімпазы болу керек. Менде дауысым Нұрболат Серікке. Осыдан 30 жыл бұрын мен Мамай досым, Балғынбек бар, бәріміз семейдегі республикалық оқушылар айтысында танысқанбыз. Кейін енді шәкірт тәрбиелеп біраз айтыс сахнасынан бойын аулақ салған Мамайдың қобалжып отырған түсінем енді. Екеуі де ешкімнің бетінен алмай, бір-бірін қатты қинамай, аса бір тәртіпті айтысқан кезек болды. Мен Мамай досыма берейін айтыс. Осы айтысын жеңімпаз. Рахмет. Қазылар сынды қаттырақ айтса, ол ақындардың бабы болмағаны ғана емес, келесі айтыста қателік жасамасын деп, жас ақындарды қолдағаны деп түсінеміз. Айтыстың алғашқы жұбының жеңімпазы Алматы облысының ақыны болды. Кезек келесі жұпта.